Біз өткенде де айттық қой, мысалы қазақ тілінің ғылыми әлеуеті деген ол әлдеқашан белгіленіп қойылған нәрсе, ол белгілі болған нәрсе. Қайырлы күн, құрметті көрермен. Калькасы қазақ тілі жобасының бүгінгі қонағы филология ғылымдарының кандидаты, доцент Баймұрынов Жанболат Мақсатұлы. Қош келдіңіз, ағай. Қош көрдік. Алғашқы сұрағым, жалпы қоғамда калька неге қалыпты болып кетті? Біз орыс тілін бағдар етіп жүрміз ғой. Көп дүниеде ғылымда болсын, ғылымның қай саласында болсын, орыс тілін бағдар еткеннен кейін орыс тілінің синтаксистік жүйесі біз үшін ол норма болып есептелді бір уақыттарда, және қазіргі уақытта да есептеліп жүр. Енді міне сондықтан ол норма болады, өйткені көп дүние бізде дайын күйінде болған жоқ, көп дүниені аудару керек болды. Аударған кезде біз көбінесе калькаға жүгіндік. Осыдан бардық та калькаға белшемізден баттық. Ол біз үшін норма, өз тіліміздің өзінің бір заңдылығы сияқты болып кетті бізде. Енді басқа да факторлар бар шығар, негізінен аударма ғой бұған себеп болып отырған калькада. Өйткені көп жұмыстың аудармасыз ілгері баспайтыны ол бізде қалыптасқан жағдай. Басты себебі аударма дейсіз ғой? Иә, аударма. Кальканың тигізер қаупі қандай? Кальканың қаупі туралы айтқан кезде бізде қазіргі уақытта тілді, қазақ тілін сақтау деген нәрсе бар дағы, қазақша сөйлеуді сақтау деген нәрсе бар. Мен осыны айтып жүрмін үнемі өзі. Бізде осы тілді сақтаумен емес, біз сөйлеуді сақтаумен айналысып, көбінесе осыған басымдық беріп, осы жөнінде ойланып кетіп жатамыз үнемі. Жұмыстардың барлығы, атқарылып жатқан шаралардың барлығы қазақша сөйлеуге бағытталып кетеді. Қазақша сөйлеу дегеніміз ол, мысалы, кальканы сіз қазақ тілі емес, қазақша сөйлеу емес деп айта алмайсыз ғой. Калькаңыз ол кәдімгі қазақша, бірақ аударма қазақша ол. Табиғи қазақша емес. Демек, табиғи тіл емес ол. Сонда қазақ тілі деген бір бөлек дүниеде, қазақша сөйлеу дегеніміз екі бөлек нәрсе. Кальканың қаупі осында, біз қазақша сөйлеуді сақтап дамытуымыз мүмкін, бірақ тілдің жағдайы нашарлап кетеді. Тілдің жағдайы табиғи тұрғыдан нашарлап кеткеннен кейін біз қазақша сөйлеуді ұзақ уақыт ұстап тұра алмауымыз мүмкін. Қауіп осында. Ал осы калькадан қалай арыламыз? Арылу жайлы айтсаңыз. Калькадан арылу деген енді 100% арылу деген ол мүмкін емес. Бұны бірден ашып айту керек. Өйткені кезінде мынау қазақ терминологиясын таза қазақ тілінде жасаймыз деп, егер қазақ тілінде болмаса, онда басқа түрік халықтарынан алу керек. Олай болмаса, асыл нұсқасынан, яғни түп нұсқадан қазақ тілінің заңдылығына икем деп алуымыз керек деген принциптерді ұстанған Ахмет Байтұрсынұлы бастаған үлкен топ зиялы қауым өкілдерінің өзі калькаға бәрібір жүгінді. Өйткені калькасыз мүлдем алып тастау керек деген нәрсе жоқ бұл жерде. Бірақ бізде жауыр болып кеткен түрлері бар бұл кальканың. Мүлдем енді оғаш көрініп тұратын қазақтың сөйлемдерінің арасында жалпы сөз саптауда өз көзге түсіп тұрады, өз мемордалып. Бізде солардан арылу туралы айтамыз негізі айтқанда. 100% калькадан ешкімде бас тартып кете алмайды. Бұл әрбір елдің, әрбір халықтың өзінің ғылымында болсын, басқасында болсын, тәжірибесінде бар және құптарлық дүние негізі. Бірақ енді біздікі шектен шығып кетіп отыр ғой. Осы жерде ғана одан арылу мәселесін көтеруге болады. 100% емес, жаңа айтқанда. Енді қалай арыламыз дегенде, әлбетте бұл жерде жұмыс жасалу керек. Жұмыс жасауына ештеңе де өнбейді. Мысалы, дамыған елдеріңізде тіл полициясы деген қызмет бар. Сол тіл полициясы деген бізге де керек деп ойлаймын мен. Өйткені айыппұл деген нәрсе көп нәрсені орнына қояды. Мысалы, қазіргі уақытта енді айыппұл көбейгеннен кейін біздің елімізде айтып жүр ғой, халық әлбетте ұнатпайды оны. Қаржылық жағынан қалтасына салмақ түскен кезде оны ешбір халық ұнатпайды. Сол сияқты бұл халықтың өзінің беріп жатқан реакциясы, ал шын мәнінде оның пайдасы бар негізі. Тілде де осындай дүниелерді жасамаса, калькаға орынсыз жүгініп кеткен жерлерде, немесе жалпы калькадан былай қойған кезде тілдік нормадан ауытқу, ол жаңа орфографиялық, ол пунктуациялық, ол грамматикалық, ол лексикалық болсын ауытқу болған жағдайда, және ол қандай жағдайда ауытқыды, оған ескерту беру деген дүниемен арнайы бір құзырлы орган айналыспаса, ол қалпына келмейді еш уақытта. Өйткені бұл қазір мынау қайтарып алуға келмейтін жағдайға кеткен біздің тілімізде калка деген. Біз өзіміз байқамаймыз.
мысалы қазір осы сөйлеп отырғанымыздың өзінде кальканың бірнешеуін айтып отыруымыз мүмкін. Мен өзім тарапынан кетіп жатуы мүмкін. Өйткені біз сондай байқамайтын деңгейге жеттік. Өйткені калькамен біз мектептен бастап қалыптасады калькаға бала. Өйткені мектеп оқулықтары калькамен жазылып жүр. Жоғары оқу орнының оқулықтары ол болса болмаса, жаңа ғылыми бағытта ғылымның әр саласындағы оқулықтарыңыз ол болса болмаса, оларыңыз тап-таза калькадан тұрады негізі. Өйткені мысалы біз студент кезімізде, кейіннен мынау оқытушы болдық, сол студент кезімізде де студенттердің тарапынан көп еститінбіз, қазақшасын түсінбей, осы орысшасын оқимыз дегенді. Әлбетте енді біздің филологиялық бағыттағы кітаптарға қатысы шамалы бұл әңгіменің. Басқа бағыттарда, мысалы медицина, биология, химия деген сияқты, математика деген сияқты, осындай пәндерде студенттер осындай дүниені көп айтатын. Сол кезде ойлайтынбыз, бұл қалай ауылдың балалары қазақша кітапты түсінбейді, дағы орысшасын оқуға мәжбүр болады деген. Сөйтсек, оны кейіннен қарап отырсақ, оның барлығы тап-таза калька екен, кальканың тілі ауылдағы табиғи тілмен, табиғи жолмен қалыптасқан балаларға қабылданбайды. Олар санасы қабылдамайды оны. Кейін барып олар жаңағы орыс тілінің грамматикалық құрылысын меңгереді, сөйтіп барып калькаларды тікелей қабылдайтын болады, өйткені көрініп тұр орыс тілінен тікелей аударылған дүниелер екені. Содан барып қалыптасады. Яғни орыс тілі арқылы барып қазақ тілінде жазылған ғылыми әдебиеттерді оқып түсінуге дағдыланатын болып отыр ғой. Енді арылудың жолы жаңағындай айыппұл салу арқылы. Оған әлбетте айыппұлды кім салады дегенде, менің ойымша бір лингвистика мен құқықтанудың ортасында бір мамандық керек па, екеуінің ортасында. Яғни ол заңды да білу керек, және тілді де білу керек, тілдің заңдылықтарын. Ол мысалы барып әйтпесе шолақ белсенділік дегенде бар ғой бізде, сен неге қазақша сөйлемей тұрсың деп тиіседі біреулерге барып, болмайтын жерден дау көтереді, шу шығарады деген сияқты ондай нәрсенің де қажеті жоқ әлбетте. Кәдімгі ресми әркім өзінің заң жүзінде, заңның аясында атқаратын қызметі болса, біреуінің міндеті болса, екіншісі соған жауапкершілік алса, онда көп нәрсені түзеп алуға болады. Жаңа айтқанда 100% деген әңгіме жоқ, бірақ бұл жерде көп нәрсені түзеуге болады, көп нәрсені орнына келтіруге болады әлі негізі. Жақсы, заң туралы айтып кеттіңіз ғой. Ресми құжаттардағы грамматикалық қателерді, калькаларды қате екенін біле тұра неге аралаумен жүрміз? Мәселен, өзіңіз мысал ретінде келтірген, бас әріппен жазылып жүрген сіз өзі. Бұның негізі калька екенін көп адам білмейді. Өйткені әрбір мекемеде, ұйымда аудармашылар отырады. Аудармашының барлығы лингвист емес қой. Мысалы, филологиялық бағыттағы диплом алып шыққан адам, ол әлі лингвист болып қалыптасқан жоқ, ол тәжірибемен қалыптасатын нәрсе. Онда дипломы бар, сабақ беруіне болады. Бірақ ол аудармашы деген мамандық алып шыққан жоқ ол жерден, біріншіден. Екіншіден, олардың жаңағы сіздің бас әріппен жазылуын бір ерекше бір құрмет белгісі ретінде графикалық, ерекше құрметтің графикалық жолмен берілу үлгісі деп түсіну мүмкін кейбір жерде. Өйткені мен осыны сұрағанымызда, неге бас әріппен жазып қойдыңыздар деп, олар енді сіз деген сөз ол құрмет деп айтып тұрғаннан кейін ол бас әріппен жазылуға тиіс емес па деп өздері сөйлейді. Демек оларда осындай түсінік қалыптасқан. Не үшін мен бас әріппен тұрғанын орыс тілінде байқамайды өздері. Орыс тіліндегі оның не үшін бас әріппен жазылатынын біз өткеннен бері айтып жүрміз ғой. Оларда өйткені оның арнайы үлгісі, нұсқасы жоқ. Олар ажырату үшін осындай графикалық жолды пайдаланады. Осыған жүгінеді. Жақсы. Калькасыз қазақ тілін, қазақ елін қалай елестесіз? Калькасыз деген болмайды деп айтып отырмыз ғой бағанадан. Калькасыз деген болмайды. Бәрібір калька болады, бірақ енді аз деңгейде болса, онда ғылымы мен әдебиеті өзінің шорай тілімен жазылатын, ең бастысы аудармасыз мәтін жазылатын, сондай ел боламыз ғой деп ойлаймын. Бізде қазір мәтіндердің бәрі аударма. Бірден қазақ тілінде жазылатын. Бірде бізде журналистиканың өзінде шын мәнінде орыс тіліндегі журналистеріміз озып кетіп отыр ғой.
қазақ тілінде көбінесе аударма болады. Әрине, мысалы мынау әкімдікте қай жерде болсын жиналыс әлдеқандай бір шара өтсе, көбінесе жүргізілетін тілі орыс тілі болады, немесе пресс-релиз орыс тілінде дайындалады, орыс мәтінімен. Оны журналистер аударуға мәжбүр. Аудару барысында бұл калька деген ол өзімен өзі сұранып тұратын нәрсе. Сондықтан осындай нәрселерден арыламыз ғой деп ойлаймын. Калькасы қазақ тілін енді басқа түркі бауырлас елдермен кішкене жақындаса түсетін шығармыз деп ойлаймыз. Өйткені белгілі бір деңгейде. Жақсы, ал калькадан арылмаған қазақ тілі қайын қалай? Калькадан арылмаған қазақ тілі енді біздікі болжам ғой бәрі де. Калькадан арылмаған қазақ тілі бұл орыс грамматикасының, орыс синтакстік жүйесінің қазақша калькаланған нұсқасы ғана болып қалады. Яғни арнайы бір ұлттың тілі болудан қалады ғой. Өйткені ұлттың тілінің өзінің заңдылықтары бар. Осы заңдылықтар сақталмаған кезде ол жай аударма тіл болып қалады. Яғни қазақ тіліндегі бір нұсқасы болып қала ма, орыс тілінің. Мысалы, компьютерде арнайы бағдарлама арқылы бір ғана түртіп, оны орыс тіліне аудара салу оңай болады. Қазақ тілін орыс тіліне, орыс тілін қазақ тіліне қотару деген. Бұл деген менің ойымша өте қауіпті. Өте қауіпті. Өйткені қазақ тілі мен орыс тілін алғашқы бізде мынау онлайн аударатын бағдарламалар шықпай тұрған кезде, қазір мысалы Google аудармашы, Яндекс аудармашы дегендерді айтып жүрміз ғой. Тағы да сондай арнайы платформалар бар аударма жасайтын. Осыларда мысалы мәтіндерді сөйлемдеріңіз аудара алмайтын алғашқы кезде. Өйткені мәтіндердің таза қазақша оралған бір сөйлемдер түсіп жүрді ма, сондай мәтіндер түсіп жүрді ма, ол арасында енді нақты көзім жетпейді, ол арасында бір сараптап қарамадық та. Бірақ дегенмен қазіргі уақытта тез аударатын болып жүр. Неге десеңіз, көп жағдайда біз калькасымен береміз ғой қазақ тілінің өзін. Және оны орыс тіліндегісін қазақша аударғанда басында біздің көзімізге өзі бірден одағайдан көрініп тұратын оның қазақша емес екені. Қазіргі уақытта біз оны қабылдай салатын болдық, демек бір дұрыс аударып жатқан сияқты көрінеді бізге. Шын мәнінде оның ішінде көп нәрсе дұрыс емес. Осы тұрғыдан келген кезде тілдік сипаты кетіп қалады деп ойлаймын, калькадан арылмаса. Яғни оны ертең орыс тіліне, басқа тіліне өтіп кету, кейінгі ұрпақтардың ана тіл ретінде басқа тілді қабылдап кету деген әлдеқайда оңайырақ бола түсе ма деп ойлаймыз. Өйткені мынау жаңа айтқан бағдарламаларыңыздың Европа тілдерін мысалы бірінен бірі қотару, яғни аудару өте тез ғой. Бір секундқа толмайтын уақытта мәтініңізді аударып тастайды. Қазақ тілінде олай емес. Аударса да біраз дүниелерді тастап кетеді, аудара алмай. Сол түпнұсқа үйілді, солай болып жүретін. Қазіргі кезде сол нәрсе азайып келеді. Бұл бір жағынан әлбетте жаңағы бағдарламалардың жақсарғаны да шығар, олардың лексикалық қорының молайғаны да шығар бір жағынан. Бір жағынан бірақ күмәнді дүние де бар осы жерде. Қалыпты болып бара жатыр. Бағдарламаның өзі бізді әбден иландырып тастаған ау деп ойлаймыз кальканың дұрыс екеніне. Шамболат ағай, жауабыңызға рахмет. Қазақ тілінде калькасыз таза сөйлейік. Қош сау болыңыз, көрермен.